Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің оқытушысы Тілеулиева Сабира Мүсіреттулаевна. Сабақтың тақырыбы Қадыр Мырзалиннің өмірі мен шығармашылығы және домбыра өлеңі. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның халық жазушысы, ақын, аудармашы Қадыр Мырзалин туралы мағлұмат беру, іздену қабілетін, мәнерлеп айту дағдысын, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалин 1935 жылы 5 қаңтарда Орал облысының Жымпиты кентінде дүниеге келген. Ол ақын, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы әнұранының сөзін жазған авторларының бірі. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалин 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кезде жаңадан ашылған балалар журналы Балдырғаннан бастайды. Жұлдыз журналы редакциясында поэзия және сын бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары қызметтерін атқарған. 1968-1973 жылдары жазушы баспасында қазақ поэзиясы бөлімінің меңгерушісі болған. Балауса баспасының редакторы. Қазақстан жазушылар одағында поэзия секциясының кеңесшісі. Қазақ КСР жоғары кеңесіне 2 рет депутат болып сайланған. Қазақ КСР жоғары кеңесі төралқасының мүшесі болған. Ана тілің, арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ақынның тұңғыш туындысы 1954 жылы Республикалық пионер балалар журналында жарияланды. Содан бергі уақыт ішінде оның 70-тен астам поэзиялық, прозалық, сондай-ақ әдеби сын кітаптары жарық көрді. Өлеңдері мектеп оқулықтарына енді. Ал әнге арнап жазылған өлеңдерінің саны 200-ден асты. Олардың көбі халыққа кең таралып, Күндер-ай атты жеке кітап болып басылып шықты. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалиннің домбыра өлеңі. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Домбыра аспабының қаншалықты қадірлі екенін Қадыр Мырзалин 2 ақ ауыз сөзбен осылайша түйіндейді. Расында да қазақ поэзиясындағы домбыра бейнесі ежелгі жырдастандардан бүгінгі жас толқынға дейін жырланып келе жатқан мәңгілік тақырып. Қазақ өлеңінің тарихында домбыраны жырға қосқан ақын өте көп. Әрқайсысы әртүрлі стильде жырласа да, ортақ тақырып, ортақ мұңның бір ұқсас тұсы бар. Ол ұлтының ұлы аспабына деген иісі, қазақтың құрметі, сезімі мен ойы. Домбыра шертілгенде қазақтың кең байтақ сахарасы, сұлу табиғаты, самал желі мен үрлеген бораны, көлдегі аққуы көз алдымызға келеді. Бұл қазақ күйінің ерекшелігі. Орыс зерттеушісі Потаниннің «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді» деген сөзі соның бір дәлелі. Қос дауыс сарыннан бүкіл қазақ жұртының қуанышы мен қайғысы, арман мүддесі, философиялық сарын, азаматтық үн, жалпы айтқанда тарихы күй болып төгіледі. Қадыр Мырзалин өлеңінің бір ішегінде биіктік бар, бір ішегінде тереңдік, ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді, деген жолдары осыны айғақтайды. Қадыр Ғинаятұлы Мырзалин ақын, Қазақстан халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты. Қадыр ақынның поэзиясы сан қырлы. Ол достық, қазақ мінезі, елге, жерге сүйіспеншіліктен бастап пәк махаббат, биік адамгершілікке дейінгі барлық тақырыпты қамтиды. Ақынның
ұлтына деген сезімін домбыра өлеңінен көруге болады. Ақын Қадыр қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп қазақ халқының символы ретінде танылған ұлттық аспапты дәріптейді. Көкірекке толған кезде бар қуаныш, бар бақыт, сандуғаш боп, бұлбұл болып сайрайды ол әр уақыт. Көкірекке толған кезде бар қасірет, бар қайғы, бозінген боп боздайды ол, бозінген боп арнайды деп, адамның ішкі жан сырын білдірудегі домбыраның рөлін танытады. Ұлттың қасиетті аспабын дәріптеп, ұрпаққа оны құрметтеуді аманаттайды. Домбыра. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын деп бір хахан шанағына құйған оның қорғасын. Бір шегінде биіктік бар, бір шегінде тереңдік. Ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Жалған сөйлеп көрген емес соның өзінде, аппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. Тақырыбымызды қорытындылай келе, Қадыр Мырза Әлі ұлттық ақын. Оның туған халқының арғы бергі өмірі, тіршілігі туралы жазған өлеңдері өте көп. Ақын поэзиясы қазақ халқы өмірінің көркемдік шежіресі, әдебиеттегі образды тарихы деуге болады. Академик Серік Қирабаев Қадыр Мырза Әлі ұлт тарихын, мінез құлқын ойлы көзбен өлшеп суреттейді. Онда терең идеялық мағына бар, деп ақынның өзіндік бет бейнесін, шығармашылық келбетін дәл айқындап берді. Оның әр шығармасынан ұлттық бояуды байқаймыз. Қадыр ақынды тану, қазақты тану. Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ шығар. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де, сөзін біледі. Әбіш Кекілбаев.